осы еліміздегі деструктивті діни ағымдардың алдын алу, оңалту бағытында осы мүфтияттың атқарып жатқан жұмысы туралы не айтуға болады? Өзіміз бүгін осы Қара шаңырақтың студиясында отырмыз, биыл мүфтият 35 жылдығын атап өтіп жатыр екен. Осы мүфтияттың жұмысына тоқталып өтсеңіз. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы Қара шаңырақ мүфтияттың жұмысын есептеп біте алмаймын деп айтамын. Мен өзім есептеп біте алмаймын. Мүфтияттың бір ғана имамның өзі, бір ғана мешіттің жұмысын атқарып, коммуналдық мәселелер бөлек мәселе, жамағатпен жұмыс жасау, оған намаз үйрету, сұрақтарына жауап беру деген сол елге қызмет. Дін және қоғам деген уақытта қоғаммен байланыста бірінші орында тұрған бір мекеме. Енді Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының жаңа заңда статусы басқа да діни нелермен салыстырып жатады, дұрыс, заңды барлығы бірдей, бірақ бәрібір ол мүфтият деймін. Мүфтият біздің мүфтиіміз, біздің имамымыз, бізге намаз өтіп беретін, нәрестемізге азан айтып беретін, дүниеден өтіп жатқан марқұмдарға жаназа шығарып беретін, осы біздің мүфтиятымыз. Одан бөлек, бұл қоғамдық жұмыстардан бөлек кәдімгі үлкен іс-шараларға қатысып жатыр. Мемлекеттік мекеме емес, бюджеттен ақша алып жатқан жоқ. Соның өзінде бір азаматтар бар, жәшікке не түседі, не түспейді деген сияқты. Бір имамның мынадай бір жұмысын білемін мен. Ғимарат медресе салмақшы болады, сол кезде ақыл іш көбейіп кеткен ғой. Өзі айтыпты, дұрыс, бәріңіздің қабылдаймыз, бір шартпен. Ақыл айтқан адам өзі істеп берсін, істей алмаса ақшасын берсін. Дегеннен кейін тоқтаған екен да. Өзің имам болып көр деп айтамын. Өзің имам бол. Имам болып мінберге шық, уағыз айт, жамағатқа уағыз жеткіз, соны иығыңды көтер, одан кейін барып имамдар туралы бір әңгімені айтшы. Ол жәшіктің айналасындағы әңгіме бір енді салыстыруға да ұялам, болмайтын әңгіме. Анау біз біреудің ақшасын санағанға ұстамыз ғой. Ең бар біреудің ақшасында деймін. Өзің айлығыңды алдағы бала шағаңды бақсы. Шынымен. Бұны кеңес үкіметі үйретіп кетті деп айтамын мен. Кеңес үкіметі балаларымызға не үйретті біздің? Бізде былай ғой, шал мен кемпір болыпты. Сөйтіп шал жаңағы көлге барса бір алтын балық ұстап алыпты. Сөйтіп соған жаңағы өзінің арманын айтса, тілегін айтса, үйі алтын болып кетті, жаны алтын болып кетті. Аяқ астынан. Ол еш уақытта ондай болмайды да ондай. Болмайды ондай. Немістің, Европаның мультфильмдерін мен өткенде көруге тырысам, екеуін салыстырып, олар не істейді? Ақша тапқысы кезде кішкентай балаға жұмыс істетіп, сөйтіп ақша табады. Бір нәрсені алып сатып ақша табады. Үйретумен айналысады. Алтын табақпен тамақ жеген кесе, соны табу керексің деп үйретеді. Ал бізде алтын балық ойлап жатады. TikTokқа кіріп қалсаңыз, бір жүздеген адамның жалғыз мен ба көшеден бір сумка ақша тауып алсам деп ойлайтын десем, жұрттың бәрі сөйтіп ойлайды екен ғой дейді. Кім тастап кетеді бір сумка ақшаны деймін да. Бір инфантилизм сияқты, кішкентай баласы. Соны кеңес үкіметінен қалған дүние. Кеңес үкіметінің мультфильмдерін байқап қараңыз да, шынымен сондай. Коммунизм, иә? По щучьему велению, по моему хотению. Болмаса ана пештен жүріп кетуі. Болмаса алтын балық жаңағы бүкіл негінде орындай салуы. Щуканың да мысалға қазақшасы қандай еді ол балықтың? Балық жаңа сен бүкіл арманды орындай салу. Ондай дүние болмайды. Ол ертегі ғой. Сол ертегімен өскен біз әлі күнге дейін бір алтын балық ұстап алсам деп жүрміз. Жоқ, ондай болмайды. Жұмысте қарағым деймін де мен. Сол кезде бір нәрсе болады. Жұмыс істемесең, сол қолын жұмай жұматай, нан жеп отыр, ұятай деген бір әңгіме бар еді. Сондай болады.